Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыр үлпілдеп тұратын жұмсақ пицца пісіреміз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнары сөзсіз. Алдымен пицца қамырын дайындаймыз. Ол үшін 450 грамм ұнды алдын ала елеп алып, үш жерінен шұңқыр жасаймыз. Енді осы шұңқырдың біреуіне 12 грамм ашытқы, екіншісіне 6 шай қасық қант және үшіншісіне 3 шай қасық тұз саламыз. Және алдымен әр қайсысын осылайша бөлек-бөлек араластырып алуымыз керек, яғни ашытқы мен тұзды бірден бір-бірімен қоспаймыз. Неге сол кезде қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Одан кейін барлығын тағы бір араластырып алып, 3 ас қасық зәйтүн майынан құямыз. Зәйтүн майы болмаса, кәдімгі сұйық майдан қоссаңыздар да болады. Одан соң 270 грамм жылы суды аз-аздан қоса отырып, қамыр илеуге кірісеміз. Басында ұнды өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай қасықпен араластырып тұрамыз достар. Қамырымыз қоюланған соң қолымызбен илеп бастасақ болады. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жабысқақ, сондықтан стөлге кішкене ұн шашып, ары қарай илеуді жалғастырамыз. Қамырды әлі де шамамен 7-8 минутта илейміз достар. Оны видеода көрсетілгендей созып, одан кейін ұрғылап алсақ та болады. Соңында қамыр өте жұмсақ және қолға жабыспайтын болуы керек. Неке достар, қараңыздар, қамыр осындай жұмсақ болып шығады. Дайын қамырды ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге 2 есе көтерілгенше қоямыз. Ал достар, қамыр дайын, ол өте жақсы көтерілді. Енді осы қамырды тең 3 бөлікке бөліп алуымыз керек. Екі бөлікті әзірше пакетке салып, мына бір бөлікті домалатып аламыз. Және оны бірден ұн шашылған пергамент қағазына салып, қолымызбен видеода көрсетілгендей үлкейтіп аламыз. Егер сіздерге қолмен үлкейту ыңғайсыз болса, қамырды оқтаумен жайсаңыздар да болады. Бұл қамырдың диаметрін 27-28 сантиметрге дейін созуға болады. Ал енді қамырды формаға салып, шеттерін мінекей осылайша басып шығамыз. Ал қазір қамырдың бетіне соус жағамыз. Достар, мен алдын ала жасап қойған қызанақты соусты пайдаландым. Оның орнына кетчуп пен майонез араласқан соустан жақсаңыздар да болады. Одан кейін міндетті түрде үкіштен өткізілген ірімшіктен себеміз. Мен кәдімгі қарапайым ірімшікті қолдандым. Егер сіздер ірімшік созылып тұрғанын қаласаңыздар, онда пиццаға арналған пармезан, сулугуни, моцарелла секілді ірімшікті қолдануға кеңес беремін. Ал ары қарай тоңазытқыштарыңызда не болса, соның барлығын пиццаға қоса берсеңіздер болады. Мен шұжық, зәйтүн және пияздан қостым. Пиццаны алдын ала 210 градус қызып тұрған пеште 10-12 минут аралығында пісіреміз. Ал достар, пицца дайын, қамыр енді сондай жұмсақ, өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде балаларыңызға дайындап беріңіздер, оларға 100% ұнайды. Достар, рецепт көңілдеріңізден шыққан болса, оған лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.